Қызға сөз салу деңгейінде жүрген кезде, егер ұл бала әдеп көрсете алмаса, арты ауыз сөз айтқан болса, ары қарай тәуекел етпеген жақсы. Неге дегенде, көбінде қолы жетпей тұрған кезде сыйламаған жігіттің ертең қызға қол жетіп алғаннан кейін керемет сыйлап кетуі ол кездеспейтін құбылыс. Өйткені Абай атамыз айтады, істің қалай аяқталғанына қарама, істің қалай басталғанына қара дейді. Негізі басы дұрыс болған нәрсенің көбінде аяғы дұрыс болады. Сен еркекпен тағдыр қосып жатсың. Ал өмірде кейде еркек пен еркек ерегісіп қалады. Ондай кезде қазақ не дейді? Ер шекіспей бекіспейді дейді. Ол еркектермен ортада қарым-қатынаста басы дұрыс болмаса, аяғы жақсы болып кетуі мүмкін. Ал қыз баламенен қарым-қатынаста ол басы дұрыс болмаса, оның аяғының дұрыс болуы өте қиын. Сондықтан бір адамға тағдырыңды табыстап, онымен серік болу үшін оның иманына, мінезіне, адамгершілігіне қара деп бекер